Қайырлы күн баршаңызға, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге алмадан осындай өте дәмді бәліштің рецебін ұсынамын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар 4 дана жұмыртқа, алма, сұйық май, айран, шекер, ұн және разрыхитель керек. Бірінші кезекте осылай жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Миксерлесеңіздер де болады. Мен венчиктің көмегімен араластырып алдым. Міне жұмыртқамыз бен шекерімізді араластырып болғаннан соң, үстіне сұйық майымыз бен айранымызды құямыз. Айран немесе қаймақ құйсаңыздар да болады. Және араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Осылай кішкене араластырып болғаннан соң, үстіне ұн мен разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Ендігі кезекте алмамызды, осылай 3-4 дана алмамызды жуып тазалап, турап саламыз, немесе сыртын ашсаңыздар да болады. Бұл пирогтың ерекшелігі осы алмада дәмі өте күшті болып шығады. Сол себептен де осылай жасап көруге кеңес беремін. Міне осылай алдын ала печкамызды қыздырып аламыз. Тапамызға пергамент төсеп, осылай құйып печкаға жібереміз. Мен бұл жерде 28-30 диаметрде пісірдім. Егер де биік болғанын қаласаңыздар, 22-24 диаметрде пісірсеңіздер болады. Печканы алдын ала қыздыруды ұмытпаңыздар. Содан соң бетіне алманы ұзынша етіп турап, қатарынан қойып шығамыз. градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне осымен пирогымыз пісіп шықты. Үстіне әрлеуге сахарный пудра себеміз. Сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Осымен пирогымыз дайын. Ендігі кезекте кесіп, шайға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі енді өте керемет болып шықты, сөз жоқ. Біздің үйіміздегі барлығы сүйіп жейтін пирогтардың бірі. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет рецепттермен тағы да бөлісетін боламын.
сол себептен арнама тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді әрі пайдалы пирогтардың бірі ас болсын.